Барлықтарыңа сәлем. Мынау кім, қақтан шықты, не істеп жатыр деген сұрақтарың болатын болса, менің есімім Расул. Осы физика мектебі білім беру орталығының мүшесімін. Қазіргі таңда Еуразия ұлттық университетінде білім алып жатырмын. Сендермен бірге осындай бір керемет құпия нұсқаны талдаймыз. Жалпы міндетті түрде сендерге пайдасын тигізеді, жаттап алсаңдар да болады. Контекстімен қоса еще примерно 24-25 есеп жалпы пайдалы болады деген ойдамын. Достарыңмен міндетті түрде бөліс. Мынау менің инстаграм парақшам, тіркеліп алсаң болады. Пайдалы дүниелерді міндетті түрде салатын боламын. Және мынау менің телеграм каналым. Айтпақшы, осы сабақтың PDF файлын, яғни PDF сәл ыңғайсыздау екен, PDF дегенді тек осы жерден қана ала аласың, басқа жерде болмайды. Саған айта кететін жайт, бұның екінші бөлімі тек 50 лайктан кейін барып шығады, және ол описание бөліміндегі менің YouTube каналымда ғана болады. Сол жаққа тіркеліп алсаң болады, міндетті түрде пайдалы болады. Бір күнге жетер-жетпес уақытта салынады сол жерге. Сені сонда күтемін. Так, мына есепті шығарып тастайық. Бұны шығару үшін мен просто так скаляр көбейтінді. Так, олар, яғни екі вектордың скаляр көбейтіндісінің формуласы бізде былай ғой. Так, енді менен осы жерден нені сұрап тұр? Бұрышты сұрап тұр, Так, бұрышты табатын болсақ, косинус альфа тең дейміз да, мынаны бөліміне жібереміз. Так. Енді осыны бөліміне жіберіп есептейтін болсақ, мына жерде просто мына екеуін бір-біріне көбейтеміз да, осыларды сәйкес-сәйкестерін просто қосып саламыз. Ал үстінде бізде так 4 болады, қосылған -1 болады екен. Ал бөлімінде болса енді көрініп тұр, 2-ні квадраттаймыз 4 болады, 4-ке 1-ді қосамыз, ол кезде 5 болады. Так, түбір асты 5, көбейтесің, мына жерде тоже сондай да. Ол кезде тағы да түбір асты 5 болады. Сонда мына жерден шығатын нәрсе 5-тен 3 деген сөз. Яғни бізде косинус альфаның мәні бізде 5-тен 3-ке тең болады екен, Енді бізге бұл нәрседен бізге альфаның мәні керек қой. Мен альфаны алу үшін екі жағында арк косинус ұстаймын. Арк косинус дейік. Мына жаққа да тоже сондай. Арк косинус. Енді осы жерден мына арк пен косинус кетіп қалады, тек альфа ғана алады. Енді бізде альфаның мәні арк косинус 0,16 деп жазсам да болады, Осындай бір мән шығады екен. Жақсы, келесі есеп x квадрат минус 3x минус 5 тең 0 түрінде берілген теңдеудің x1 x2 түбірлерінің бар екенін белгіле дейді. Онда мына нәрселерді табыңдар. Мынау енді бізде сәйкестендіру ғой, сенсең вариант жоқ екен, Примерно вариант жоғына қарап біліп тұрған шығарсыңдар енді. Так, біз мынаны қалай шығарамыз? Бұл жерде бізге дискриминант көмектесе алмайды. Бізге керек вет. Енді ветті жаттамасаңдар сорлайсыңдар болатын. Не істейміз? x1 қосылған x2-нің мәні бізде нешеге тең болады? Но бізде қарама-қарсы мәнге өзгереді ғой. Өзі 3-ке тең болады екен. Сосын x1 көбейтілген x2 бар ғой. Оның мәні бізге мына жерде с-ның мәніне тең болады. Ол бізде -5 болып тұр. Так, енді мен мынаны табуым керек, Оны табу үшін мен бірінші былай жасайын. Так, 1 бөлінген x1 қосылған 1 бөлінген x2 дейміз да. Мына жерге x2-ден береміз. Мына жерге x1-ден береміз. Осы жерде менде мына ортақ бөлім x1 көбейту x2 болады ғой. Ал мына жерде менде x2 қосылған x1. Так, енді осының мәнін есептеу ғана қалды да. Просто так міне қараңдар, орнына қоя саласыңдар. Әдемі шыға келеді осы кезде. Сәйкес-сәйкестерін тарс қойып кетесіңдер. Осы кезде менде неше шығады? 0,6 ғой, минус 0,6 екен. Жақсы. Енді мынаның мәнін бүйтіп мынаға сәйкестендірейік. Так, енді мынаны есептеуіміз керек болады. Бұны есептеп бірден ортақ бөлімді бер жібере салайын, мына жаққа қарай. Так, мына жерге ортақ бөлім менде жалпы x1 көбейтілген x2 болады ғой. Мына жерде менде x1-ден келеді. Мына жерде менде так нешеден келеді? x2-ден келеді ғой. Олай болса, мына жерде x2-нің квадраты қосылған x1-дің квадраты болады екен ғой. Олай болса, біз мынаны қалай өрнектейміз? Бітті деп ойламаңдар. Так, мен мынаны былай жаза аламын. x1 қосу x2 азайтылған 2 көбейтілген x1 көбейту x2. Неге? Себебі мына бір жақшаны ашсаңдар бар ғой, мына бір теңдеу орындалады. Немесе
өздерің семсіне тексеріп көрсеңдер болады, иә. Так, x1 көбейту x2. Енді істейміз, просто так орнына қоя саламыз. Орнына қойсақ бізде, мынаның орнына мен 3-ті қоя аламын ба, міне. Мынау 3, міне мынаған тең. 3-дің квадраты менде 9. Азайтылған 2 көбейтілген, мынаның мәні менде нешеге тең? -5-ке тең. -5 пен -2-ні көбейтсең, әлбетте бізде 10 шығады екен, иә. 10 шыға ма? Иә, 10 шығады екен. Так, мынау бізде нешеге тең? Мына жерде тұр -5-ке тең. Олай болса біздегі мәніміз, так, -19-ды, 19-ды -5-ке бөледі екенбіз. Ол кезде бізде -3,8 шығады екен. Мынаның жауабы бізде мынау болады екен. Осылай бір сәйкестендіріп қойған жайымыз бар енді. Так, енді дейді. Y тең x -6, y тең 6 - x, x тең 0 түзулерімен шектелген фигура ауданын тап дейді. Мынау бізде бүйтіп график қой. X тең -6 дейді. Примерно осындай бір бүйтіп кетіп тұр ғой, типа осындай жердің ауданын сұрап тұр ғой, примерно. Енді сызып көрсетпей қойын, официальный жолмен шығарып көрейік. Негізі мына жерді геометриялық жолмен де бүйтіп салсаңдар да болады, егер интегралды алмасаңдар. Так, бізде x-тің бірінші мәні бар. Енді маған x-тің екінші мәні керек екен. Ол үшін мен мына y-терді теңестіремін да, x-тің екінші мәнін тауып аламын. Яғни ол x 0 нүктесімен x қандай нүктеде шектелген табуым керек болады ғой. Жақсы, онда шектін теңестірейік. X - 6-ны тең 6 - x-қа десем, олай болса 2x тең болады екен 12-ке, x тең болады екен 6-ға. Жақсы, мен енді интеграл деймін да, 6 деймін, 0 деймін. Яғни оң шектері 0 мен 6 болады. Ал мынаның ішінде мына екеуін бір-бірінен азайтамын. Яғни мынаны 1 деп ала салайын, мынаны 2 деп ала салайын. y1 - y2 деп жазам. Яғни x - 6 азайтылған 6 - x. Мына жерден бірден жақшаны аша берсеңдер, уже көрініп тұр. Нәрі менде -6 болады, нәрі менде +x болады. Так, енді dx деп қойын жақша қалып. Мына жерден менде шығатын нәрсе неше бізде? Так, 2x -6 болады екен, иә. Так, енді бірден интегралдайық. Интегралдасақ бізде қаншаға тең болады? Нәрі x квадрат болады. Мына жер менде 6x-қа тең болады екен ғой. Дұрыс, осылай болады. Енді оның шектері менде 6 мен 0. Бірінші 6-ны қоям, содан кейін барып 0-ді қоя салам ғой. Так, енді жоқ, мен сәл-пәл қателесіп кеттім ба, иә? Нәрі менде -12 ғой. Ойбу, сәл маған апсайтқа шығып кетер жазаппын ғой. Так, дұрыс болды. Енді не істейміз? Мына жерде былай жасаймыз. Мына бір не бар ғой, 6-ны бірінші орнына қоямыз, 0-ді бірінші, содан кейін орнына қойып азайтамыз. Бірақ 0-ді қойғаннан бізде пайда жоқ қой. 6-ны қойып есептей салайық. 6-ны қойсақ, 6-ның квадраты азайтылған 12 көбейту 6. Бұл жерде менде 36 азайтылған 72 болады екен. Мына жерде менде -36 шығады екен, иә. Осы бізде дұрыс жауап болады екен деп кетуге болмайды. Неге? Себебі бізде ауданда ешқашанда теріс сан шықпайды. Просто -36-ны аламыз да модульге ала саламыз, сол кезде бізде 36 деген сан шығады екен. Жақсы, түсінікті болды деген ойдамын. Енді келесіге өтейік. Табанның радиусы 3 см болатын цилиндрдің табанына параллель болатын қиманың ауданын табыңыз дейді. Жақсы, мен былай жасайын. Бір цилиндр сала салайын бүйтіп. Особо бір суретші демеспін. Ойбай. Примерно салам ғой енді. Осындай бір радиус 3 см, иә. Енді осы табанына параллель болатын дейді. Ондай болса мына жерден бір сотқар біреу келгенде бүйтіп қиып өткен ғой осылайша. Бір андай мультфильмдер болады ғой, ұмытып қалдым аттарын ше, бір кесіп атады ғой. Осылайша. Так, мынаған параллель болса, оның ауданы менде неге тең болады? Осы табанның ауданы тең болады ғой. Осы қиманың ауданы ше. Просто мен бұны табуым үшін просто так табанның ауданын табамын. Так, ол табаны менде шеңбері, онда ол менде πr квадрат. Радиус менде міне тұр. Олай болса π көбейтілген 3-тің квадраты, ол менде 9π шыға салады екен. Метр квадрат, жоқ сантиметр квадрат екен. Жақсы, келесі есеп бізде x, y тең 2-ның 7 дәрежесі, y минус логарифм 2-x тең болады 6. Жалпы мына есепті мені танитын оқушылар болса бірден таниды. Жалпы мені жылатқан есептердің бірі. Енді мына жерде көрініп тұрғандай, x-тің 2-ге, y-тің 7-ге тең екен білеміз ғой. Просто нәрі тұрды. Просто белеп кетсеңдер болады да. Бірақ бүйтіп белеп кетуге болмайды, себеп бұл бізде көп жауапты есеп.
мынаны өшіре салайын. Енді не істейміз, мына жерді өрнектейміз. Так, мына жерде менде y минус 6, яғни мынаны былай қарай жіберем, мынаны былай қарай жіберем. Y минус 6 тең болады логарифм 2 негізі x. Сонда x-тің мәні менде неге тең болады? 2 и оның дәрежесінде y минус 6 болады екен. Енді не істейміз, x-тің орнына барып қоямыз ерінбей. Сонда x оның ажырық 2 y минус 6 бар ғой, оған көбейтесің y-ті. Міне. Себебі оның дәреже мен дәреже көбейтіледі ғой бізде. 2-ның 7 дәрежесі. Міне, осы жерде міне негіздер бір-біріне тең. Байқасаңдар, смело дәрежелерді теңестіре аламыз. Сонда y квадрат минус 6y көбейтіп тастадым, тең 7 болады екен. Енді былай жасаймыз. Y-тің квадраты минус 6y минус 7 тең болады 0-ге. Енді осы жерде біз білеміз, y-тің қандай сандарды қоссаң 6 көбейтсең минус 7, ол бізде 7 мен y тең минус 1 ғой. Енді не істейміз? Y-тің орнына бірінші 7-ні қоямыз, содан кейін барып минус 1-ді қоямыз. 7-ні қояйық, y тең 7 деп алайық. Не қажа жасалайын, бүйтіп вообще. Бұл кезде 7 азайтылған логарифм 2 негізі x тең болса 6-ға, онда бізде x-іміз неге тең болу керек? Міндетті түрде 2-ге тең болу керек қой. Неге? Себебі мына жерге 2-ні қойсаң 1 шығады, 7-тен 1 азайтсаң 6 деп қойсаң жаңағы. Просто так мынаны былай қарай әкелсеңдер де болады. Бұл кезде бізде логарифм 2 негізі x тең болады 1-ге, сонымен 2 шығады x-тен. Так, енді мына жерді өрнектейік. Мына жерде бізге минус 1-ді қоятын болсаң, минус 1 минус логарифм 2 негізі x тең болса 6-ға, олай болса бізде логарифм 2 негізі x тең болады екен. Қаншаға? Әлде бұл жерге қойған сәл-пәл невыгоднылау екенше. Байқап отырмын. Мен бұны мына жерге қойып көрейін. Қалай бұлай? Табуым үшін үш жерге қоя салайын. Так, x-тің минус 1 дәрежесі тең 2-ның 7 дәрежесі. Енді x бізде нешеге тең болады? Ол мына санға тең болу үшін бізде былай болу керек. X тең болады 2-ның минус 7 дәрежесіне. Дұрыс қой. Негізінен официально есептеуге болады, просто сәл-пәл ерініп тұрған жағдайым бар болып тұр ғой. Орнына қойсаңдар да болады, сол кезде теңеседі. Енді бізден жалпы бұл жерде не сұрайды? Ключевой нәрсені ұмытып кеткен екенмін, Жалпы осы жердегі y-тің x-қа қатынасын сұрайды ұбт-да. Енді көп жауаптылықта осылай береді. Енді есептейміз. Так, мына жерде y-тің мәні менде 7 болды. 7-ні несіге бөлеміз? 2-ге бөлеміз. Бұл жерде менде 3,5 болады. Міне, жауап. Енді y-ті тағы x-қа бөлеміз. Бұл бізде y-тің мәні нешеге тең? Минус 1-ге тең. Және x-тің мәні 2-ның минус 7 дәрежесіне тең. Ол бізде почти қаншаға тең? 1 бөлінген 128-ге тең ғой. Яғни біз минус 1-ді 1 бөлінген 128-ге бөлетін болсақ, бізде минус 128 деген сан шығады екен. Жалпы мынау бізде теріс сан, оң сан деп жүрмеңдер. Так, бізде мына екеуі жауап болады, и бізде плюс 2 балл болады екен ұбт-та. Жақсы. Келесі есеп. Теңдеу осы бір түрде берілген sn тең 4n квадрат плюс n арифметикалық прогрессияның айырымы және бірінші мүшесін табыңыз дейді. Мынау бізде енді екі жауаптылықта келеді. Вариантпен қусаңдар да болады, бірақ ұзақ уақыт алады енді. Жалпы мынау есеп керемет есеп идеясына сындым енді. Жалпы бұны есептеу үшін не істейміз? Мынаның орнына сан береміз. Басқа жолмен есептеп көрдім, келмейді екен. Так, не істейміз? Бізге жеңіл болу үшін бірінші мынаның орнына 2 қояйық. Яғни S2 дейміз, тең 4 көбейтілген 2-ның квадраты қосылған 2. Бұл жерде менде неше шығады? Так, 18 шығады екен. Сонда біздегі арифметика прогрессия бар ғой, соның алғашқы 2 мүшесінің қосындысы 18-ге тең болады. Сонда бұл деген сөз бізде мынау ғой. A1 қосу A2 тең болады 18-ге. Че там? Осы деген сөз екен. Сәл-пәл шатастырады. Енді мына жерге 3-ті қояйық. Тағы бір жүйе құруымыз керек та бізге табуымыз үшін. Так, 3-ті қоятын болсақ, S3 тең 4-ті көбейтесің 3-тің квадратына, қосасың 3-ге. Мына жерде менде так 36, 39 шығады екен, я. Дұрыс қой. 9 4 көбейтесің 36, 39. Енді бұл деген сөз бізде не? A1 қосылған A2 қосылған A3 тең болады 39-ға.
Жалпы мына жерде S3 дегеніміз алғашқы мүшелерінің қосындысы, яғни алғашқы 3 мүшесінің қосындысы, алғашқы 8 мүшесінің қосындысы деген сияқты нәрсе ғой. Енді так не істейміз мына жерде? Азайта саламыз. Так, мынадан мынаны азайтамыз, короче. Осы кезде бізде не қалады, қазір көреміз. Бұл кезде бізде неше қалады екен? А3-тің өзі қалады. Себебі мына жерге бізде минусқа келеді. Минус қалады. Әрәмеде минус қалады ғой. Тұра берсін. 39-дан 18-ді алатын болсаң, бізде 21 қалады. Онда бізде А3-тің мәні 21-ге тең. Анықтап алдық. Мына жер азайта салдық, енді түсінікті шығар деп ойлаймын енді. Типа астынан үстін азайта салдық. Так, енді қалай жасаймыз дальше? Біз былай жасасақ болады, А3 дегенің не? Ол бізде А1 қосу 2-ді ғой. Ол бізде 21-ге тең болып тұр. Енді мен не істеймін? Мына бір жерде былай жасасам болады. Мына бір нәрсе бар ғой. Осыны мына жаққа апарып алып өрнектейік. Сонда А1 қосу А2 дегенің 18-ге тең ғой. Ол бізде почти неге тең? А1 қосу Д дегенге тең ғой. Но менде А2-ні беріп тұр. Тең 18-ге. Болды ғой. Сонда 2А1 қосылғанда тең 18. Міне 2А1 қосылғанда тең болады 18-ге. Енді официальный жолмен шығарып көрейік енді. Так, мынаны 2-ге көбейте салайын. Бірінші айырымын табуға салайық, Так, 2-ге көбейтсек бізде қанша тең болады? Қанша болады екен? 42 болады екен, И мына жерден азайта саламыз. 2-ге көбейтеміз бірінші, содан кейін барып азайтамыз. Ол кезде менде мына 4-ті болады, сол кезде менде 3-ті тең болады 42-ден 18 азайтатын болсақ бізде 24 болады екен. Сонда Д-ның мәні бізде 8-ге тең болады. Міне бір жауап шықты. Уже плюс 1 балл бар сендерде. Плюс 1 балл деймін. Так, енді мен не істеймін? Бірінші нүктесін табуым керек екен, Просто мына жерге қоя салсам да болады. Мына жерге қоя салайын. Сонда А1 тең болады екен 21 минус 2-ді болса, А1 дегенің тең болады деген 21 азайтылған 16-ға, А1 тең, просто так, нешеге? 5-ге тең болады екен. Уже плюс 2 балл деген сөз. Жақсы, келесі есеп. Осындай бір есеп берген екен. Мынау бізде нені еске түсіреді? Косинус 2 альфаның формуласы ғой. Просто так өзгерткен. Оны жазып салайын, мына жерге түсінікті болу үшін. Косинус 2 альфа дегенің косинус квадрат альфа азайтылған синус квадрат альфа. Енді осы жерден мынаның орнына 1 минус синус квадрат альфаны қоятын болсаңдар, бізде мына бір формула шығады екен. Так, қоя салайын. Сонда 1 минус синус квадрат альфа азайтылған синус квадрат альфа тең болады екен 1 минус 2 синус квадрат альфа болады. Міне, осы формула. Сонда мынау дегенің менде неге тең болып тұр? Косинус 2 альфаға тең болып тұр. Ол менде косинус 2 еселенген бұрыш, яғни 22,5-ті көбейтесің 2-ге. Ол бізде әрине 45 градус екен. Так, мына жерде менде қосам, нәрді градус қой, шатастырып кетпеңдер. Қалдырып кеткен ғой жан теретін кезде. Так, 3 көбейту косинус 45. Мына жерде менде қанша шығады? Нәрі менде түбірасты 2 бөлінген 2 қосылған 3 көбейтілген түбірасты 2 бөлінген 2 екен. Так, мынаны есептейтін болсақ бізде, так, түбірасты 2. Ошын мынаны алма деп қарастырыңдар. Мынаны алма деп қарастыр. Сонда 2 алмаға, 1 алмаға 3 алманы қосатын болсаң бізде 4 алма шығады ғой. 4 түбірасты 2. 4 көбейтілген 2 түбірасты бөлінген 2. Мына жерде қысқарады. Сонда бізде шығатын жауап 2 түбірасты 2 болады. Плюс 1 балл. Жақсы, келесі есеп. Координаталық сәуледе орналасқан А-3 және Б6 нүктелерінің арақашықтығы дейді. Мына есеп негізі жеңіл есеп, бірақ ұбт-да келіп жатыр. Қалай істейміз? Біз былай жасаймыз дейсің ғой. Так, жалпы бүйтсек болады. А-ның ұзындығын табу үшін просто бастапқысынан соңғысына азайтасың. Ол бізде 6 азайтылған минус 3. Бұл жерден бізде неше шығады? 9 шақсалады екен. Бұны енді қарапайым бүйтіп координат жазсаң болады. Нәрі 0 нүктесі, нәрі 6 нүктесі болса, нәрі бізде минус 3 болады. Бұның арақашықтығы менде нәрі 3 болса, нәрі 6 болады. Қоссаң 9 болады. Осы нәрсе ғой қарапайым. Жақсы, осындай бір функция екен. Осындай нүктелермен шектелген екен.
осы фигураны алғанда дейді. Жақсы, бұл бізде тағы интегралға есеп. Жалпы интегралға есептер көп келіп жатыр роботта. Міндетті түрде осы нені қайталап алыңдар тақырыпты. Так, бұны есептеудің бізде жолы былай. 0 және минус 1. Бізде 0 үлкен ғой минус 1-ден. Яғни үстіне жазамыз. Сосын x плюс 1. Мына жақта x плюс 1. Так, енді не істейміз? Так, интеграл алу керек болады, иә. Интеграл алу үшін мен былай жазсам болады, иә. Қарапайым түрде бүйте салайын. Яғни x плюс 1 дегенді бір қарапайым сан ретінде қарастырсам, мынанда сан, яғни бұл деген x плюс 1-дің 2-ден 1 дәрежесі, көбейтілген x плюс 1-дің 1 дәрежесі. Енді бұл дегенің бізде x плюс 1 бар ғой, осының 2-ден 3 дәрежесі ғой, яғни 1,5 дәрежесі. Қарапайым. Енді dx. Енді бұдан біз интеграл аламыз. Так, интеграл алатын болсақ, мынау менде не істейді? Мынаған плюс 1 қосылады и оның астына бөлінеді. Так, мына жерге жазайын. X плюс 1, оның дәрежесі менде қанша болады? 2-ден 3-ке 1-ді қосатын болсаң, 2-ден 5 болады ғой. И оны бөлесің қаншаға? 2-ден 5-ке. Енді осы жерде шектерін жазып қойын. 0 және минус 1. Так, енді бүйтіп, мынаны бүйтіп, үстіне кетіп қалды бүйтіп айналдырып. Сол кезде менде 5-тен 2 болады. Және ол көбейтіледі деген x плюс 1-дің 2-ден 5 дәрежесі, бірақ x плюс 1-дің оны 1-ден мәндерін қойып кете салайын. Так, бұл жерде менде 0 қосылған 1 болса, оның 2-ден 5 дәрежесі, и азайтамыз нені? Минус 1-ді. Ол бізде 5-тен 2, x-тің орнына минус 1-ді қоямыз. Минус 1 қосылған 1. Оның 2-ден 5 дәрежесі ма? Иә. Енді осы жерде мына арада менде 0 шықса, 0-дің кез келген дәрежесі өлшеп. Короче, мына жер 0 болады, короче. Қора болады. Енді мына жерден қанша шығады? Так, 1-дің кез келген дәрежесі 1-ді береді. Сосын мына арада 5-тен 2. Сонда біздің жауабымыз 5-тен 2 шыға салады екен. Әрине квадрат бірлік деп жазылып тұрады. Жақсы. Енді бізде келесі есеп. Және плюс 1 балл деп қоясың жаңағы. Егер үйреніп алсаңдар. Так, не дейді? Y-тен 4x квадрат минус 2 графигіне x тең минус 1 нүктесіне жүргізілген жанаманың теңдеуін табыңыз дейді. Жақсы, жалпы жанаманың формуласын барлығымыз білеміз. Ол бізде қалай? Y тең f от x қосылған f от x штрих, яғни туындысы және x минус x0. Мына жерден 0 бар айтқанда. Ойбай, апсайтқа шығып кете жаздадым ғой. Так, енді бірінші біз былай жасаймыз. f от x бар ғой. Осының ішіне x0-ді қоямыз. x0 деген мынау ғой. Минус 1. Яғни осы бір теңдеуге барымыз ба? Осыған минус 1-ді қойып есептейміз. Ол дегенің 4 көбейтілген минус 1. Бұның квадраты азайтылған 2. Бұл жерде менде 2 шығады. Енді минус 1-дің квадраты оңыстан беріп қояды. Ол жерде 2 шығады. Енді екіншісі туындысы. Бірінші туынды алып алайын. Мынадан туынды алсаң қалай болады бізде? 8x болады екен. Минус 2 болады. Енді бұл жерде бізде былай болады. Ойбай, мынау менде кетіп қалады екен ғой. Туынды алсаң мына жерде 0-ге айналып кетеді. 8x-тің өзі қалады. Бұл жерде менде қойса минус 8 болады екен. Жақсы. Енді істейміз, просто так формулаға қоя саламыз. Y тең f от x-тен міне тұр. F от x штрих міне тұр. 2 азайтылған 8, яғни мынаның минусы осы ғана білейт етіп тұр да бізде. Негізі формула плюс. И x минус 1. Яғни ол деген бізде плюс болып кетеді ғой. Минус пен плюс қатар келіп қалса, бір-бірінің еділ өске атады да, өспесіп қалды. Так, 1. Енді бұл дегенің бізде қанша шығады? 2 азайтылған 8x, азайтылған 8. Ол жерде менде минус 8x болады, минус 6 деген осындай жанаманың теңдеуі шыға салады екен, және плюс 1 балл. Жақсы, келесі есеп контекстке келіп қалды уже. Мынау нағыз роботы десем де болады жалпы. Жақсы, осындай бір контекст екен. Базарда сатушы бірнеше күнде 180 килограмм алманы сатып бітір дейді. Жалпы обложкада тұрған алманың осыған отсылка тастап тұр ғой, короче. Жақсы, базарда сатушы осындай бірнеше күнде бітіріпті, нақты күн айтылмаған. Әр күні сатқан алмасының саны алдыңғы күнге қарағанда 2 алмаға кем отыр дейді. Жақсы.
соңғы күні және алғашқы күні сатқан алмасының қосындысы 30 килограммдығын екен. Так, сатушының бірінші күні мен соңғы күнде сатқан алмасының барлық күндегі алмаларға қатынасын сұрап тұр екен, иә. Соңғы күнде 30 сатса, ал барлық күні 180 сатты ғой. Онда бұл дегенің 30-ның 180-ге қатынасы ғой. Бұл дегенің бізде не болады? Алдыдан 1 деген сөз. Осындай бір сан шығады екен. И плюс бізде 1 балл. Еще контексттен. Жақсы, енді дейді, сатушы бірінші және соңғы күннен басқа күндегі сатқан алмас қанша килограмм дейді. Енді осындай бір жеңілдеу контекст. енді ұбт-да келсек, көздерің жұмып белгісіңдер деп ойлаймын. 150 килограмм болады, себебі 180-нен 30 килограмм тазайтамыз. Енді сатушы 9-шы күні қанша алма сатты дейді. Міне ойланасыңдар сәл-пәл. Енді біз былай жасасақ болады, бұны бір арифметикалық прогрессияға ма салып есептеуге болады менің ойымша. Бірақ біз бұны логикалық түрде есептейік. Физматпыз ғой біз. Физматтардың логикасы мықты болады, именно математиктердің. Жақсы. Біз не істейміз? Так, примерно бірінші күні ол 30 алманы сатса, и мына аяғың 28 болады, 26 болады, так, 24 болады. Уже мына общий сатқан алма бар ғой бізде. Короче, общийнан сан азайып кетеді. Бұны енді мен бірінші жалпы 30 қойып көрдім, 28 қойып көрдім, примерно келтіріп. И артына 26-ны қойдым. Осы кезде менен нақты шықты. Яғни ол бірінші күні 26 килограмм алма сатты. И екінші күні мына шартқа байланысты ол 2 алмаға кемді отырды. Екінші күні 24 сатты. Сосын неше 22 сатты, 20 сатты, 18, 16 қол жүрмей бастап жатыр уже. 12, 10, сосын неше 8, енді санайық. Так, саналбай қайтқанда 6, 4. Мынаның қосындысы біздің нешеге тең болады? Әрине 180-ге тең болады екен. Осындай бір қызық есеп. Так, енді мына шартқа сәйкес болып тұр. Қараңдар. Жалпы мына жерде осы кезде идея келіп отты. Жалпы олардың қосындысы бар ғой. Мынау деген бізде минус 2-ке тұрақ түрде кеміп жатыр да. Мысалға олардың бастапқысы мен соңғысының қосындысы бар ғой. 4-ке тең болатын болса, олай болса оның смело осындай сан екенін біле аламыз да. Неге? Себебі битсек болады. Мысалға битсек болады 30 қосылған 30 деп әкеле береміз ғой. Ол кезде алтақ бөлікке бөлінеді да. Яғни алтақ бөлікке бөлінсе, яғни 180-ді 30-ға бөлсең 6 ғой. Олай болса, жұптарының барлығы 6-6-тан болады. Міне, біреу, так, міне, 6. Яғни ол 12 күн ғана сауда жасаған екен. Бірекен. Жақсы. Жаңа бір кезде келіп тұрған идея, бөлсе қойын дедім. Так. Енді 9-шы күні қанша алма сатты? Мына 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9 мынау. 10 килограмм алма. Так, плюс 1 балл. Енді сатушы сауданың соңғы 3 күннің алғашқы 3 күніне қатынасын сұрап тұр екен. Соңғы 3 күні міне мынау. Алғашқы 3 күні мынау. Жақсы. Бұл бізде қаншаға тең? Бүйтіп жазып қойын. 8 қосылған 6 қосылған 4, 26 қосылған 24 қосылған 22. Так, бұл менде, наверное, так, қаншаға тең болады? 18 үсті. Ал астында қанша? 24. 24 көбейтсең 3-ке бізде қанша тең болады? 48, 72. Бай. Так, 48-ге 24 қоссаң 72. Шептеу сан екен, сәлбір тупиттап атырым ба? Так, мынаны қаншадан қысқартсақ болады біз? Мынаны, наверное, 18-ден қысқартып жіберуге болатын сияқты меніңше. 72-ні 18-ге болсаң, 18-ге бөлсең бізде 4 шығады. Яғни мынау деген 4-тен 1. Яғни оның қатынасы 4-тен 1 деген сөз. Негізі плотный сауда кеміпті, байқап отырмын. Жақсы, сатушы қанша күн сауда жасағанын табыңыз дейді. Оны бағана тауып қойдық енді. 26 деп бит кете беретін болсаң, мына жақтан 4 шығады. И оның арасы бізде нешеге тең? Яғни олардың қосындысы неше? 12-ге тең болады ғой. Жаңағы дүние ғой. Жалпы 180 ғой. Оны 30-ға бөле саласыңдар. Неге? Себебі оның соңғы күні мен
бастапқы көні. Бұл дегенің почти гаусс әдісі ғой, қарапайым. Бұл деген 6 бөлік. Яғни мынау екі жұптың қосындысы болатын болса, яғни қалған жұптарының қосындысы да осындай саннан аспайды. Сондықтан алтын 2 көбейте саласыңдар да тең 12 деген жауапты белгілейсіңдер. Плюс 1 балл. Сол үшін де гаусс әдісін біліп жүріңдер. Так, 46 сантиметр болатын октаэдр бетінің ауданы табыңыз дейді. Жалпы бізде октаэдр деген қандай фигура? Октаэдр деген мынадай нәрсе ғой. Табаны төртбұрыш болатын, дұрыс төртбұрыш болатын, яғни табаны дұрыс төртбұрыш болатын. Екі не бар ғой? Пирамида бар ғой. Соны алғанда жабыстырып жіберген ғой, бірден. Яғни оның қырлар деп қой, жалпы беттерінің саны 8 болады вообще. Сонда бұл деген бізде мына формула келеді ғой. Жалпы үшбұрыштың қарапайым бізде формуласы бар, яғни а квадрат қанша түбір асты 3 бөлінген 4. Яғни оның енді 8 қыры болатын болса, 8 көбейтесің, мына қысқартып жібересің, 2 болады. Сонда бізде октаэдрдікі 2 көбейтілген а квадрат түбір асты 3 болады. Бұл дегенің менде мына араға алтыны қоятын болсаң, бұл дегенің 36, яғни 72 түбір асты 3 деген сөз. Осындай бір есеп и плюс 1 балл. Ойбай. Жақсы. Шексіз кемел геометриялық прогрессияның қосындысы 18-ге, ал алғашқы 3 мүшесінің қосындысы 12/3-2-ге тең болса, онда бірінші мүшесін табыңыз дейді. Жалпы осындай есептердің идеясына сынды менше. Жалпы прогрессия мен геометрия ғана қадамаса, 45 плюс алып тастайсыңдар негізі. Тек геометриялық, жалпы прогрессия мен геометрияға дайындасаңдар болды. Жақсы, мынаны есептеп көрейік. Шексіз кемел геометриялық прогрессияның қосындысы, оның формуласын жазайық. Бұл дегенің S тең 1 бөлінген, ойбай, 1 деп бұл, 1 бөлінген 1 минус Q. Неге? Себеп Q бізде 1-ден кішкентай болады. Ол шексіз кемел атарда просто еселігі 1-ден кішкентай. Енді бұл бізде нешеге тең? 18-ге тең екен. Осылай қалдырайық. Енді алғашқы 3 мүшесінің қосындысы дейді. Ол бізде S3 дейміз да, тең V1 көбейтілген не істейміз? 1 минус Q-дің 3 дәрежесі астында 1 минус Q. Дұрыс қой. Енді бұл бізде нешеге тең? 12/3-2-ге тең дейді. Енді мен бұны 3-тен так не істейміз? Мынаны көбейтеміз, сол кезде бізде нешеге сат? 36, оған не қоссаң 38. Просто бұрыш бөлшекке айналдырдым. Есептеу оңай болу үшін. Енді V1-ді өрнектеп көрейін. V1-ді өрнектейтін болсам, мына жақта V1 дегенің менде нешеге тең? V1 тең 18 көбейтілген 1 минус Q-ға тең. Ал мына жақтағы V1 дегенің нешеге тең? Былай екен, 1 минус Q-дің 3 дәрежесі. Ал мына жағында нешеге тең? Ена 3-ге өтесің үші. Ал мына жерде 1 минус Q и оны 38-ге көбейтесің. Енді не істейміз? Смело теңестіре саламыз. 18 көбейтілген 1 минус Q ол тең болады екен менде нешеге? 1 минус Q-дің өзі айтқанда көбейтілген 38. И осы жерде мынау астында 1 минус Q-дің кубы көбейтілген 3. Енді мынау қысқартып жібере салайық. Азайту үшін. Так. Мынау менде 38-ді 2 бөлсең 19 шығады екен. Әрине менде 9 шығады екен. Жақсы, мына жерде 1 минус Q мен 1 минус Q қысқартуға болады екен. Енді мен істеймін, Q-ды шығарып алуым керек, мына жерде ғана қалды Q, мыналар қысқарып кетті. Сонда 1 минус Q дегенің мен нешеге тең болады? 9 көбейту 3 дегенің неше менде? 27 ғой. Сәл-пәл қойын дедім ау деймін, сәл-пәл емес, нормально болатын. Так, 19. Енді не істеймін? Q-ды өрнектеп аламын. Сонда Q тең 1 минус 27 19. Бұл жерде Q-дің мәні менде Q-дің 3 дәрежесі қалып қойды. Бұл деген Q-дің мәні мен нешеге тең? 27-ден 8. Азайтсам осындай сан шығады ғой. Енді бұны 3 дәрежелі түбірдің астына ала саламыз. 3 дәрежелі, 3 дәрежелі. Осы жерде Q-дің мәні менде қанша шығады? Так. 3-тен 2-ге шығады екен. 3-тен 2 болады екен. Еще плюс минус деп қойып кетсең. Так. Енді істейміз, бірінші мүшесін сұрап тұр екен ғой. Ондай болса мынаған қоя салайық, қарапайым. Яғни V1-дің мәні тең болады екен 18 көбейтілген
1 минус q, яғни 1 минус 3-тен 2. Олай болса нәрден 3-тен 1 шығады, яғни v1-дің мәні бізде 6-ға тең бола салады екен. Яғни 1-ден 3-тен 2 азайтсаң 3-тен 1, оны көбейтесің 18-ге. Так, 6 и плюс 1 балл. Себеп бұл бізде с деңгейлі бір 21 деңгейсін жеспаққа келеді. Жақсы. Қабырғалар 13, 14, 15 см болатын үш бұрышқа сырттай сызылған шеңбер радиусын табыңыз дейді. Жақсы. Біз бұны табудың бүйтіп бисектриссаларының қиылысуы деп біртсек, ол іштей сылаған жатып келеді, болмайды екені. Ана формулаға саламыз. Жақсы. R тең AVS көбейтілген 4S. Бұны енді геронға салсақ, енді ыңғайсыздау, енді басқасына салуға ше. Так, герон не дейді бізге? S тең дейді. Түп арасында P, яғни жарты пирамида. P минус жазбай ақ қойшы формуласын, бәрі біледі ғой. Так, оның жарты периметрдің ауданы бізде қанша болады? 13 қосу 14 қосу 15 бөлесің 2-ке. Бұл бізде қанша ашады? 14-ті көбейтесің 3-ке, ол бізде 28, 42, 21 шығады. Мына жерге жазам. 21 көбейтілген, так, мына жерден 21 азайту 15, 21 азайту 14 и 21 азайту 13. Осы ретте менде қандай сан шығады екен? Септеп көрейікші калькулятормен. Заманның дамыған кезеңінде, я? Так, 21 6, 7, 8, я? 6 көбейтілген 7 көбейтілген 8 көбейтесің 21-ге. 7056, бұл менде, так, 84 деген сан шығады екен. Жақсы. 84 деген сан шықты, просто орнына қоя саламыз. Сонда R тең AVS деген, так, 13 көбейтілген 14 көбейтілген 15, оны бөлесің 84-ке. Олай болса менде қандай сан шығады? Тағы калькулятор болғанын бұлып мане. Ой, баяғыда бір группаластармен істеген кезде ше, осындай калькулятор қолданам деп сессиядан 0 алып қала жазған бә біздің группаласымыз. Так, 14 көбейтілген 15 көбейтілген 13. Сөйтеміз, бөлеміз 4-ке и бөлеміз 84-ке. Бұл жерде менде қандай сан шығады? 8 425 деген сан шығып кетті бір мане. Бізде осындай сан шығады екен. Так, келесі типке өтейік. Қиық пирамиданың диагоналдық қимасына шеңбер салуға болатын болса, онда А1 қырына айқас қырларының ұзындығын табыңыз дейді. Мен мына есеп, наверное, телеграмда талданым деймін. С-ден келесе енді ұбытта геометриядан келетін. Бізге сұрап тұрған осы бір қима ғой. Дәл осы суретте келеді ұбытта. Так, енді бұл қиманың ішіне шеңбер салуға болады екен, прикинь. Олай болса біз не істейміз? Дадам дейміз, аяқтан трапеция салсамыз. Мынау деген бізде осы қиық пирамиданың жасаушысы ғой. Яғни ол бізде 16-ға тең. Так, енді мына жерден мынаның 60 градус екен беріліп қойған, бағана көрсеттім, ана пирамидада. Бұның табу үшін біз былай жасаймыз. Мынаны А деймін, мынаны В деймін. Енді бізде білеміз, оның ішіне шеңбер салуға болатын болса, оның бүйір қабырғаларының қосындысы, оның табандарының қосындысына тең болады. Сонда А плюс В дегенің бізден нешеге тең болады? 32-ге тең болады. Так, енді істейміз. Енді бітеміз. Мынадан бүйтіп биіктік түсіреміз. Аш дейміз. Маған бірақ биіктіктің керегі жоқ. Мен оны неге түсірдім? Нәрдағы 30 градус анықтау үшін. Неге? Себебі міндетті түрде 30 градус болады, себебі нәрі 90 градус, нәрі 60 градус. Қоссаң 180. Логичный. Так, 16-ның жартысы менде мынаның, яғни 30 градусқа қарсы жатқан қабырғаға тиесілі болады. Яғни ол деген 8. Мына жақта тоже сондай. Мына менде 30 градус болады, мына менде 60 градус қой. Екеуі тең бүйірлі. Мынаған тең болады. Енді мына жер менде тоже 8 болады. Енді қарасаңдар, мынау менде А болып тұр, мына бір жер. Енді мен мына бір кішкентай бөлікті де А деп ала аламын ғой. Сонда А плюс А қосылған 8 қосылған 8 тең болса 32-ке, А-ның мәні нешеге тең болады? Дұрыс айтасың. А-ның мәні бізде 8-ге тең болады. Жақсы. А-ның мәні 8-ге тең, оны таптық. Яғни мен не таптым? Білмеймін десең, Так, А-ның мәні 8-ге тең болса, мына жер менде 8-ге тең болады деген сөз ғой. Яғни мына жерде мен не таптым? Табанның да ұзындығын таптым.
Ол дегенің 8 қосу 8 қосу 8 менде тең болады 24-ке. Сонда мен мына жақтағы осы бір қиық пирамиданың табанының диагоналын таптым. Ол менде нешеге тең болады? 24-ке. Енді менен сұрап тұрғаны А1 ғой. Осы А1-ге жалпы болған айқас қырлар дейді. Бұған қыр деп тұрғаны мынау, бізге диагонал оған қыр бола алмайды. Бұл деген просто біздің қиялымыз. Жақсы. Мынау бізде осындай айқас қыр, мынау да айқас қыр, бірақ бізде мынау мынаған тең ғой. Мынау да мынаған тең. Сонда бізде осы екеуінің біреуінің ұзындықтарын ала берсек болады, иә? Яғни бүйтіп қойын. Яғни мынаның ұзындығын алсам болады, и мынаның бір ұзындығын алсам болады. Сонда мен АД-ның табуым керек, иә? Оны табу үшін не істеймін? Просто так бүйте салам. Асы бар ғой, осыны түбірастекке бөле салам. Яғни бұл деген үшбұрыштың бір қасиеті десем де болады. Жаттап алсаңдар да болады енді. А болса, мына жер А болса, мынау деген А түбірастекке тең болады. Енді біз А-ны табуымыз, яғни А түбірастек 2 деп тұрған біз 24-ке тең ғой. Яғни осы жерде мен А-ны табатын болсам, А деген нешеге тең болады? 24-ті бөлесін түбірастекке, бұл бізде 12 түбірастек 2 болады екен. Енді мынау өзі бір жауап кетті. Енді не істейміз? А1 С1-ді. Енді А1-ді бір табуым керек, иә? А1-ді 1. Бұл дегеннің белгісі ғой бізде. Бұл деген тоже сондай. Сонда мен А түбірастек 2-ні 8-ге теңестірсем, А-ның мәні менде 8-ді бөлесін түбірастек 2-ге, бұл дегенің 4 түбірастек 2 болады екен. Осындай жауап. Плюс 2 балл. Но плюс 1 балл болып қалуы да мүмкін. Неге себебі байқамай мына бір диагоналды белгілеп қойсаңдар. Байқамай енді случайно. Просто бұл диагонал бір әдемі көрініп тұрады көздеріңе, оттай басылып ше. Бұл да по сути мынаған айқас қой. Просто соны белгілеулер керек. Бізге айтып тұрған нәрсе қыр. Айқас қыр. Ол бізде қыр бола алмайды. Так, бізде келесі есеп. Мына бір түрде берілген есеп екен. Шарт көрейік. Логарифм 10 негізді ғой, LG деп айтылады енді. Не істейміз? Біз бұл жерде так бүйтейік. Мынаны бір шығарып алайық өзін. Мына жаққа келіп алайық. Так бүйтейік. LG дейміз да. X квадрат қосылған Y квадрат дейміз. И мынаны мен не істесем болады? LG 10 деп жазсам болады. Қараңдар. LG 10. Яғни бұл деген логарифм 10 негізді 10 ғой. Бұл деген бірді берді бізде. Яғни мына жерде мен LG 8 деп жазсам. Енді не істейміз? Мынаны бір-біріне азайту деген бұл дегеннің бір-біріне бөлу деген сөз ғой. Яғни LG дейсің да 10-ды 8-ге бөле саласың. Енді істейміз, мына просто теңестіреміз. X квадрат қосылған Y квадрат тең болады екен 10 бөлінген 8-ге. Жақсы, бір жерге тупик тіреп қалған сияқты, иә? Енді істеп көрейік, біз астымен жұмыс жасап көрейікші. Жақсы, бұл дегенің бізде мына екеуі көбейтіледі ғой, логарифмдердің қасиеті бойынша. Мына екеуі бір-біріне көбейтіледі. Осы кезде бізде бұл деген А плюс В, А минус В-ның квадратына келіп тұр ғой. Жоқ, А плюс В көбейтілген А минус В. Бұл деген бізде X квадрат минус Y квадратқа келіп тұр. Тең болады екен мынаның мәні 3-ке. Так. Енді не істесек болады екен? Мынаның орнына бір бүйтіп өрнектеп қойсақ та болатын сияқты менің ойымша, иә? X-тің квадраты тең 3 қосылған Y квадрат десек, мына жерге қойсақ шыға ма екен мәні? Так. 3 қосылған Y квадрат қосылған Y квадрат десек, тең болады 8-ден 10-ға, и мына жерде 2 Y квадрат тең болады екен нешеге? 8-ден 10 минус 3. Олай болса мынауың юкут мынау. Сәл-пәл қоралау ма, иә? Мынау дегенің так, мынарда минустан шығады. Мысалға қанша шығуы мүмкін? Минус 1,1 шығады. Y квадрат тең 1,1 сірдеңе, оны бөлесің 2-ке, еще мынау минус менде. Y квадрат ешқашанда минусқа тең бола алмайды ғой. Мына есеп бір натуре құпия түрінде ала салған сияқтымын ше. Мынау жаба апелляция. Осылай жазылатын беді. Короче, апелляция дей салайыншы. Мына жаза алмай жатырмын. Қазақшам кеміп қаламын, короче. Жалпы мына есеп шешім жоқ, негізі фотомызға да салып көрсеңдер болады. Жақсы, келесі есеп не? 4 синус көбейтілген 24 пи, осының өрнегін тап дейді. Так, не істейміз? Біз былай жасаймыз. Мынау дегенің
нені береді екен көреміз ка. 4 көбейтілген синус 27 пи дегеніміз қандай ширекті береді жалпы. 27 пи плюс пи бөлінген 12 дегенің, иә. Так, мынау менде 0 бірінші, сосын 2 болады, сосын 4 болады, 8 болады. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 26, 27. Яғни мына менде 26 пи болады. Короче, мынау айнала береді бүйтіп. И мына менде 27 пи болады. Енді не дейді? 27 пидан арас деп тұр. Ол мына аумақ. Пи бөлінген 12. Так, бұл аумақта менде синустың мәні қандай? Синустың мәні мына жақта ғой, плюс, мына жақ минус қой, мына жақ минус қой. Олай болса алдынан минусты жалғай саламын просто. Яғни бұл дегенің пи бөлінген 12 болады. Көбейтілген косинусты анықтайық. Косинус дегенің мынадай бүйтіп сызып алайық шеректі. Енді шерегін анықтайық. Ол дегенің, ойбай, нәрі пи қалып қойған ба не? Нәріде пи бар айтқанда. Ойбай, ұят болды анау. Так, бұл да тоже сондай. Мына жер 16 пиға келіп тірелсе, мына жақ менде нешеге тең болады? 17 пиға келіп тіреледі. Яғни 17 пидан арас деп тұр. Яғни арас деп бұл әрмен қарай қайт деп тұр үйіңе. Олай болса, ол деген мына аумақты береді. Бұл дегенің менде косинус үшін жат аймақ. Яғни ол минусты береді. Мынау косинус, мынау синус. Жаттап алсаңдар да болады. Енді синустікі мынау дейді ғой. Косинустікі мынау дейді. Короче, көзінен шығып алу ғой. Жақсы, осы жерде мынаның минус екенін біліп тұрық. Енді бұл минусты бүйтіп жасам болады. Минус деймін. Косинус пи бөлінген 12 деймін. Енді бұны мен минус пи минус бір-біріне плюс үкі деді ғой. Олай болса, бұл дегенің 4 синус пи бөлінген 12 көбейтілген косинус пи бөлінген 12. Енді осы жерде бұл дегенің бізге нені беріп тұр? Бұл дегенің бізде синус 2 альфаны беріп тұр ғой. Яғни бұл дегенің 2 көбейтілген синус альфа көбейтілген косинус альфа. Просто мына жерде ұқсамай тұрған нәрәде 4 болып тұр. Мен оны просто 2 көбейтілген 2 деп жазыламын. Мынаған сәл-пәл піштей салуға болады да, маған ше. Қайт деп ше. Мынау менде синус 2 альфаны беріп тұр. Синус 2 альфа дегенің бізде 2 көбейтілген синус 2 еселенген бұрыш. Яғни пи бөлінген 12-ні 2 еселейтін болсаң, ол бізде пи бөлінген 6 болады. Пи бөлінген 6 деген 30 градуста бізде мәні 2-ден 1. Яғни 2-ден 1-ді көбейтесің 2-ге. Бұл бізде 1 деген жауап болады. Бұл бізде плюс 2 балл. Осы ғана жауап болады. Жақсы, катеттер 6-8 см болатын тік бұрыш үшбұрышқа іштей жинастырып тасылған шеңберінің радиусы. Мынау енді атам заманнан бері келе жатқан есеп, бірақ ұбт базасында әлі бар. Бір екен жаттап алсаңдар да болады мынаны ше. Жақсы, бұны қалай табамыз? Біз бұны былай табамыз. Бүйтіп тік бұрыш үшбұрыш сызайық өзімізше. Иә? И осыған сырттай шеңбер салып көрейікші. Ойбай. Бүйтейік. Так. Примерно қауындау ма, иә. Короче, осындай итте болады примерно. Мен қатты суретші емеспін. Жақсы, жалпы бізде білеміз, тік бұрышты үш бұрышқа сырттай сызылған шеңбер әрқашанда осы гипотенуза оның диаметрі болады. Яғни бұл менде 10-ға тең. Неге мына менде 6-ға тең, мына менде 8-ге тең болсыншы. Мынау бізде енді хит үш бұрыш ғой. Жалпы бір қабырғасы 3, бір қабырғасы 4 болатын тік бұрыштың гипотенузасы міндетті түрде 5 болады. Ал осы түрде келгеннің гипотенузасы бізде 10 болады. Бұны Пифагор саласында шығады. Жақсы, онда бұның сырттай сызылған шеңберінің радиусы бар ғой. R тең С бөлінген 2. Бұл гипотенузаның жартысы. Ол бізде қаншаға тең болады? 10 бөлінген 2 тең 5 сантиметр болады 2. Енді бұның іштей шеңбер сызайық бұған. Ойбай. Параник болып қалды ма не? Ойбай, онша емес болды. Бір тас сияқты ма, иә? Маған натуре тас болды, тасташ. Так, мынаны бүйтеміз. Мынау радиус. Мынау радиус. Нәрі менде 4 нәрі R, нәрі тоже. Оқытсың, иә? Жақсы, мынаның менде қарапайым формуласы бар. Оның табудың формуласы бізде мынау. R тең A плюс V минус С бөлінген қанша еді? Бөлінген 2. Осы бір формула. Яғни 6 қосылған 8 азайтылған 10. Ол бөлесің 2-ке. Бұл жерде менде неше шығады? Так. 14 минус 10 бөлінген 2. Тең болады екен менде.
4 бөлінген 2 тең болады екен логарифм 2 деп қойып кетсең, так 2 болады жауабы, яғни 2 сантиметр. Бұл числаған шеңбердің радиусы 2 сантиметр болады. Так, бітейін. Сәйкестендіру. Ф мынаған келеді, и плюс 2 балл. Енді бізде есептер аяқталды. Енді сендерге айтатыным, мына бір PDF бар, осының ішінде PDF-і тек осы бір Telegram каналда болады. Бұны мен описание бөліміне міндетті түрде тастап кетемін. Келесі кездескенше бұндай есептердің талдау алдағы уақытта көп болғанын қаласаң, міндетті түрде лайк басып кет, комментарийге, сосын түсінікті болды ма немесе ұнаған ұнамаған жазсаң болады. Сау бол.